мен сіздерге мойынға бір жаттығу көрсетемін. Бірақ оны сіздер мойындарыңызда проблема болатын болса, оны дәрігердің рұқсатымен ғана істеңіздер. Маған қарап бір жерлеріңіз істеп, крижаларыңыз сол одан сайын асқынып кетіп, менен көріп жүрмеңіздер. Бәрін істеген кезде дәрігердің рұқсатымен істеңіздер. Жақсы ма? Өйткені ол ойыншық емес. Позвоночникпен ойнау деген, омыртқамен ойнау деген. Мінекей, бірінші жаттығу дегенде, осы бір жаттығу үйде резинкаларыңыз болсын, мынау енді жесткий, жұмсақтары болады, жұмсақтарыңызды да ұстап, осылай мінекей бүйтіп тұрып, міне, көрдіңіздер ме? Бұл алдын алу, мына холкыда, неден астаға еңкейіп отырасыздар ғой постоянно. Сол үшін де мінекей артқа мына бұлшықеттеріңіз жұмыс істемей қалады, содан бас ауруы да бәрі де осыдан пайда болады. Мінекей, түсініп тұрған шығарсыздар қалай істейтінін, мінекей осылай. Мінекей осылай істеп отырған кезде мына жерлердің бәрі қытыр етеді. Соны көріңізші, шынымен де сіздер де сөйте ме, әлде менде ғана сондай ма екен? Мінекей бүйтіп істесеңіздер, көрдіңіздер ме? 1, 2 деп алдынан қарағанда міне осылай қосып қойып тастауға да болады. Мінекей осылай, сосын бүйтіп еңкейесіз, көтересіз, еңкейесіз, көтересіз. Мен негізі қарапайым үйде жасалатын жаттығуларды көрсетемін. Ешқандай мына сложный тренажерлармен бүйтіп қолдан келетін нәрсені, үйде істей алатын нәрселерді көрсетемін. Парақшаға жазылып кетіңіз, достарыңызға таратыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.